Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте күшті болып шығатын лазанья дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен қызып тұрған майға фаршымызды қуыруды бастаймыз. Келесі бізге қажетті барлық көкөністерді тазалап аламыз. Барлығының мөлшерін төменге жазып кететін боламын. Содан кейін пиязымызды және сәбізімізді кішкентай кубиктарға бөліп турап аламыз. Фаршымызды суы тарылғанша қуырамыз. Суы тарылғаннан кейін пияз бен сәбізді қосып қуырып аламыз. Содан кейін сарымсақты қосамыз. Келесі кезекте тұзын қосамыз және қара бұрыш, орегано өзіңіздің қалауыңызша қоссаңыз болады. Содан кейін бізге қызанақтар көп болғаны өте жақсы. Оларды блендерден өткізіп, осылай содан кейін фаршымызға қосып жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте бешамель соусын жасауға кірісеміз. Ол үшін кішірек ыдысқа сары майымызды қосып, сары майымыз толықтай ерігеннен кейін 2 үлкен ас қасық ұнымызды қосып, жақсылап тез араластырып жібереміз. Ұнымыздың барлығы осылай бір уысқа жиналып қалады. Содан кейін шетінен аз-аздан сүтті қоса отырып, жақсылап араластырамыз. Келесі дәміне қарай тұзын, қара бұрышты және мускатный орех дейтін дәмдеуішті қоссаңыз болады. Келесі кезекте бізге лазаньяға ең басты моцарелла ірімшігі қажет болады. Оны осылай бөлшектеп турап алсаңыз болады, немесе үккіштен өткізіп алсаңыз болады. Келесі лазаньямызды жинап бастаймыз. Ол үшін фаршымызды ең астына құйып шығып, оған бешамель соусын құямыз және лазаньяға арналған арнайы жаймаларды төсеп, оның үстіне бешамель соусын, оның үстіне фаршты құйып, осы реттікпен дайындап шығамыз. Содан кейін арасына тағы да моцарелла ірімшігін салып жіберсеңіз болады. Барлығы біткен соң ең бетіне көбірек моцарелла ірімшіктерін салып, бетін міндетті түрде фольгамен жауып, 20-30 минут шамасында 180 градуста духовкада пісіріп аламыз. Міне біздің лазаньямыз пісті. Енді бетіндегі фольгасын алып тастап, тағы да духовкаға 10 минутқа пісіреміз. Бетіндегі лазанья осындай қызарып, әдемі болып шығу үшін. Міне біздің лазанья өте керемет болып шықты. Өте тойымды болып шықты. Дайындап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз.